Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл бірінші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 72-ші сабақ есептер шығару. Бүгінгі сабақта сен есептер шығарасың. Нөмірі бірінші есеп. Балалар өз еліне саяхатқа шығар алдында Қазақстанның қалалары туралы көбірек біліп алмақшы болды. Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе. Есептерді шығар, оларды салыстыр. Әр есепке оның қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңда. Мұнда балалар А нұсқасы бойынша сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі қалды. Бұл А нұсқасына балалар бірінші есептің қысқаша жазылуы сәйкес келеді екен. Келесі Ә нұсқасы сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. 2 қаланың атауы қалды. Оған барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылды. Ә нұсқасына балалар қысқаша жазылуы үшінші есеп сәйкес келеді екен. Б нұсқасы сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Егер ол әлі 2 қаланың атауын жаттау керек болса, онда ол нешеуін жаттап алған. Бұған балалар екінші есеп сәйкес келеді екен. Нөмірі бірінші есептің А нұсқасы, балалар есептің қысқаша берілгенін жазып алайық. Тапсырылды 8 атау, жаттап алды 6-ауын. Қалғанын табу керек бізге. Шешуі 8-ден 6-ны азайтамыз 2. Жауабы 2-і қалды. Бірінші есептің Ә нұсқасы есептің қысқаша берілгенін жазып ала қойыңдар балалар, және қасына сұлбасын сызып қойыңдар. Тапсырылды, яғни белгісіз, жаттап алды 6. 6 атауды. Қалғаны, яғни қалды 2 атау. Шешуінде біз 6-ны 2-ге қосады екенбіз 8. Жауабы барлығы 8. Б нұсқасы тапсырылды 8 атау, жаттап алды белгісіз, қалды 2 атауы. Шешуінде 8-ден 2-ні азайтамыз 6. Жауабы 6-ауын жаттап алған. Нөмірі екінші есеп. Есептерді оқы, әр есептің сұлбасын тап. Есептердің шешуін жаз. А нұсқасы ұзындығы 60 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 см таспа қалды. Неше сантиметр таспа қиып алынды? Мұнда балалар А нұсқасына үшінші сұлба сәйкес келеді екен. Келесі Ә нұсқасы таспадан 40 см қиып алынды. Онда тағы 20 см таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Ә нұсқасына балалар екінші сұлба сәйкес келеді екен. Келесі В нұсқасы ұзындығы 60 см таспадан 40 см қиып алынды. Неше сантиметр таспа қалды? В нұсқасына бірінші сұлба сәйкес келеді екен. Енді балалар есепті шығарайық. Нөмірі екінші есептің А нұсқасы есептің қысқаша берілгенін жазып алайық балалар, және қасына сұлбасын сызып қояйық. Ұзындығы 60 см қиып алды, бізде белгісіз. Қалды 20 см. Шешуінде 60-тан 20-ны азайтамыз 40 см. Жауабы 40 см таспа қиып алынды. Нөмірі екінші есептің Ә нұсқасы қиып алды 40 см, қалды 20 см. Ұзындығы қанша сантиметр, соны табуымыз керек. Шешуінде 40-ты 20-ға қосамыз 60 см. Жауабы таспаның ұзындығы 60 см. Сұлбаны сызып ала қойыңдар балалар.
Нөмірі екінші есептің В нұсқасы ұзындығы 60 см, қиыбалды 40 см. Бізге қалған табуымыз керек, ол үшін 60-тан 40-ті азайтамыз, 20 см. Жауабы 20 см таспа қалды. Нөмірі үшінші есеп. Қосынды және айырма жаз. Олардың мәнін тап. Қалай тексеру керектігін түсіндір. Мұнда балалар қосылғыш 40, екінші қосылғыш 30, қосындының мәні 70-ке тең. Келесі, бірінші қосылғыш 20, екінші қосылғыш 80, қосындының мәні 100-ге тең. Енді балалар азайғыш. Бірінші азайғыш 90, азайтқыш 30-ға тең, айырманың мәні 60-қа тең. Келесі, азайғыш 60, азайтқыш 50, айырманың мәні 10-ға тең екен. Нөмірі төртінші есеп. Карточкалардан сан таңда. Қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр. Мұнда балалар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сандары бар екен. 2 қосу 3 тең 5-ге, 4 қосу 2 тең 6-ға, 3 қосу 5 тең 8-ге, 6 қосу 1 тең 7-ге. Қосу амалын осылай құрастырдық. Келесі азайту амалына 8 азайту 5 тең 3-ге, 7 азайту 4 тең 3-ге, 6 азайту 1 тең 5-ге, 5 азайту 3 тең 2-ге. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.